честныйлар жоқ. Сонда да естіп едім честныйлар деп. Ақындар арасында айтысудан ауданда жатыр екен фестиваль боп. Қатысып жатқандардың бірде-бірі отырмын шаңыма да леспейді-ау деп. Ассалаумағалейкум ақсулықтар, тамаша жатыр міне кеш мейрам боп. Білмейтін шығарсыздар сіздер мені, ауылдың жігіт едім чистый мамбет. Мен ұқсап футбол ойнап тебе алмайды Криштиан Рональдо мен Мессиларды. Ән салсам не то ұшты Төреғали, жетпейді он Заттыбек Бесмирамбек. Мұрадым деген адам боламын мен, өз ақын өзі молда бипшей бандит гөй. Кешеден тыным болмай мобайлға ай деген звондады билайынма. Айтысқа тез жеттеді ойбай інім, ағаңның өтінішін кері қайырма. Жақсы деп аэропортқа тұра шаптым, билетап ұшып келдім Бекайырға. Жаздырып жаңа ғана тіркеттірдім атым мен фамилиямды сценарийға. Айтпақшы сұрауға да уақыт болмады. Айтыстың тақырыбы не жайында? Тараққа тірелгенде хабарласпай, айтсаңдар болмас беді июль айында. Оларға соншама не боп қалды деп, келгенше батып келдім мен уайымға. Сөйтсем түк те болмапты сондағысы, жұп жетпей қалған екен сен аюға. Айтыста әлі ешкімнен жеңілмеген, өзіңді балап отырсын герой ұлға. Кішкене төменірек түссеңізші, сіз түгіл жеңілді ғой Геннадийда. Орысша айтсам өзіме тек победа, ал сізге поражение желаю-я. Наймандар мені қолдап отырыңдар, болысын қайтесіңдер жанайырға бөлі. Сенедің айтыстағы аға молда, мен едім ізің ерген бала молда. Айтыстың бас мүптейі сіз болсаңыз, мен найып мүптей болып қалам онда. Өнерге қызмет қып келе жатсыз, саралар салып кеткен сара жолда. Кейіпкер екенсіңіз таптырмайтын, данапам жүргізетін дара жолға. Айтысты қойып кеттім деп едіңіз, оқып сұхбатында ғана жолда. Айтысты шынымен қойып кетсең, жұп болып неге шықтың маған онда? Молдаларда өтірік айтам екен, шамасы болып тұрсыз ғой шала молда. Ондайын
молда мүптиге лайық емес. Орныңды босатқан жөн саған онда. Жолымды мұрадымға беремін деп, алайық қол қойдырды договорға. Ал өзі бұл жайында не дейді екен? Ақсуға бол, келіп отқан қара молда айтысты қоям деген су айтсың деп айтқаны құлағыма түксің беді. Мен емес қара молда сен шығарсың, шапаның қап-қара екен үстіңдегі. Молдамын майыппын деп қоймадың ғой, баланы келіп бедің піштіргені. Байқап сөйлемесең, аузында жоқ болады тістің көбі. Бұл жерде бывшиймен болсаң дағы бар меді ақы. Балғынбектің түшкіргені бай. Ол саусағын бір баспай, жүрмін қалай жер баспай. Жан сүгірдің елінде тур алмаймын жыр шашпай. Көтерген елдің жүгін маратанмын, бұл күнде молда атандым, шал атандым. Қыраның тұғырына қайта қонды, ұяннан ұшып өткен балапанмын. Ілияс жан сүгіріп дастан қылған шырымды құда бердей жаратармын. Сараның ұлы тойын жырға қосып күнерден алталашқа таратармын. Жетісу жер жәннаты аталады, арасы Алакөл мен Алатаудың. Ал енді Балғынбекке бесік болады, арасы Ақсу менен Қараталдың. Бір жанның әні менен бір салайын, келгенде ақы ауылыма сарапамның. Жетісуға жасымай, кім келсе де шошымай, сарапамның тойына ән саламын осылай. Орысша шүлдірлейді бас қиқая, шаршадым жас балдарды воспитая. Қарағым орысша айтыс менен қалған, даже могу сделать сальто, отвечая. Інілер ағасынан, ағаларым жеңем десе, қайнайды сығырданым Закипая. Жаманы емес қой бұл қонақ билер, қоймайсың точка түгіл запитая. Ұстайды Жетісудың жігіттері, біліп қой аға, Атматая да Китая.
не деп отыр жырмақай ашып қара көзіңді орал емес бұл матай қазақша айта алмайсың қарық қылып қойдың ғой ана тілге зарықтырып сидиған сирақтарың сиқың мынау басасың аяғыңды қалып құм бойың бар садақ баш ұзын тура отыр ғой мына халық анық біліп ұзынша емес қызылша болсаң егер заводтан шығар едім қант қылып атанға балғынбектей жараспайды алысқан жігіттермен арық тұрып пышаққа ілінетін пошымың жоқ құрбан қылып сояр едім шалып тұрып терімнен бірақ сенің тон шықпайды мойныма орамасам шарф қылып орап бөкебай финалға мен өтемай ашуға кеп ақынның бандит болған не тең ай отырсын беремін деп салти қылып қадалып баспен жерге қалып жүрме қарныңды көтер алмай қампиттырып сіз мені қамп қылып жіберсеңіз мен сізді жіберемін кәмпит қылып қылғынып қалып жүрме мұрадымды мойныңа ораймын деп шарпет қылып одан да тақияның орнына басыңа тағып алсай бантик қылып көтерген шаңырақты уық дерем 20-ға 25-ті жуық дерем пішуге келдің бе деп балаларды ініңе арнап отсын ұт төлең балдарды піштіруге болмайды ғой күздігін жағаласып суықпенен басқамен ойнасаң да балғынаға ойнауға болмайды ғой қуықпенен арықты иә рас жаман нәрсе шошиды ұсқынымнан адам көрсе әйтеуір осы маған шыр бітпейді ас қылып жеп жүрсең де адал нәрсе қызығам сізге қатты қарап тұрып алдына қопаратын тағам келсе 4 күнде томпан қағып шығар едім сіздегі аппетитті маған берсең тірлікте тіршілік қыл хаққың қайлы мәңгілік басымызда бақ тұрмайды көрінген
келген жерде уағыз айтады деп қазір ел молдаларды жақтырмайды. Адамын жақтырмаған вахабист деп емеспін десең де бет бақтырмайды. Орамал тағып ұзын киген қыздың шаштарын жұлып беттен аптырнайды. Мемлекеттік мекеме орындары қыздарға орамалын тақтырмайды. Лақтырмай орамалын жүрген қыздар қоқысқа сәбиінде лақтырмайды. Араша түсетұғын осыларға бір адам қазір бізде таптырмайды. Ау бәке, осыларды айтпаймысың? Тілгесіп басыңды ешкім шаптырмайды. Атылып кетемін деп қорқасың ба? Қорықпа, о, сені халық аттырмайды. Мектепте жаулық боп тұр жылдағы тау. Қорғайын қыздарымның абыройын, демесін бір қарекет қылмадың ау. Жарлығын жаратқанның түсінбесек, сорымыз маңдайдағы тым қалың ау. Қызғыштай қыздың арын қорғамасаң, құзғынның төмен düşқан тырнағы дәу. Уыздай бой жеткендер оранбаса, сонда олар ашу керек кімге омырау? Басынан ақ жаулығын тастамаған, сарадай айтыс өткен тұлға мынау. 30 жыл кимешегін киіп жүрген, ханыша салтын адал шындарын ау. Башылар хақ, Құдайдың бұйрығына қарсы шыққан, башылар хақтан безген шын залым ау. Надандықтың шыңына шығып тұрып, адалдықтың символын бұлғадық ау. Қиссасу әмбияны жатқа білген, сараның тырнағына тұрмадық ау. Игигай, 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 игигай. Мен енді мектептегі ашам жайды, үкімет жақтырмайды, асондайды. Ұстаздың осы күні қадірі жоқ, ойласам жанарларым жасаурайды. Ұрпақ үшін тер төккен ұстаздарға жағдай неге дұрыс жасалмайды? Күндіздің жоспар жазып есеп беріп, байқұстар ақ қағаздан басалмайды. Комиссияның көмейін бітейміз деп, айлықтан ақша жинап асарлайды. Басшының бұйрығымен концерттерге зорлап сатқан билеттен қашалмайды. Сапасыз сауат ашу оқулығы сәбилердің сауатын ашалмайды. Бастауыш сыныптардың есептерін бала түгіл ата-ана шеше алмайды. Мектепте аяқ ауыр болғаныңыздар шаранаға шуағын шаша алмайды.
туасап туалетке тастап жатыр, шыққыр көзін көрді ғой кеш ондайды. Сол сұмдыққа жауапты мекемелер шариғатқа келгенде шошаңдайды. Қыз түгілі зорлаған ұл балдарды педофилдердің жолын кесе алмайды. Құдайдың бұйрығына қарсы шықсақ, жағдай бұдан дарман нашарлайды. Дәл мұндай сұмдықтарды көрмей кеткен дәл бақыттырақ асан қайғы. Мә, мұрадым, жеңілген өзбектерден көп барды ғой. Көңіліміз футболдан да көп қалды ғой. Мына мені мазақтап мұрадым да Головкиннің жеңілді деп қалды ғой. Айтақын үшкіл мені жынды қылды, Балғынбек сең соққандай боп қалды ғой. Негізгі қарсыласың Саягүл деп айтқанда екі көзде от жанды ғой. Бірақ сол Саягүлі келмей қалып, сылтауы ақ болды ғой, көк болды ғой. Одан кейін Жүптабек Күмісайға ақыры ол апамды жоқ болды ғой. Амалсыз мұрадымды алдырыпты, Балғынбек бүгін көріп шок болды ғой. Айтақынның сапасын ой дөңгелегі жайықтан жетісуға кеп қалды ғой. Той дегенде Құлбаста домалайды, Сараның тойы соған сеп болды ғой. Қадыр Мырзалиевтің жерлестері қадірлі деген ойым шет болды ғой. Адам басы Алланың домы деген бір мақал мұрадымға дөп келді ғой. Бірақ та бұның басы Алла емес, Айтақын бұлға ақыпқан доп болды ғой. Көк көрлеп тұрған шағы даңқыңыздың, екеуі шақырсаң да келмей қойды, бар жоғы айтыстағы алты қыздың. Құтқарып мына сізді мен кеп тұрмын, жыртығын жабу үшін артыңыздың. Көлігіңнің дөңгелегі емеспін мен, шынжыр болаты болам танкыңыздың. Уәдеттің осы айтысқа келсең егер, бағасын көтерем деп нарқымыздың. 200 мың берем дедің қатысқаныңа. Құнымыз қымбат еді жалпы біздің. Жолыңа және 100 мың қосам дедің. Көрейік беріктігін антыңыздың. 1,5 миллион екен бас бәйгеге, ақшасы тігіп отқан халқыңыздың. Риза қып қайтарғайсыз қонағыңды, жолымен ата дәстүр салтымыздың. Бас жүлденің үстіне 100 мың қосып, берсең бер ол 1,600,000. Қадірлім оу, алталашқа басың болсын, домалар өрге қарай тасын болсын. Бес ұл менен бір қыздың әкесісіз, ол қызыңа жамбылдың жасын берсін.
байып. Ал енді бір ұлың кәрім мәсін болсын. Bir ұлың Жансүгіров Ильяс болып, бір ұлың Аманжол Қасым болсын. Bir ұлыңыз Жанарбек Әшім болсын. Қызыңыз Салихадай салихалы, саңлақ сарасынды асыл болсын. Әке болып, тағы бір қыз 5 балаға халықтан көрімдікпен шашу болсын. Үйдегі жеңешеңнің бар міндеті роддомға қарай жылда қашу болсын. Ал сіздің міндетіңіз сол балдарға дүкеннен сүт памперс тасу болсын. Біздерге қоштасар сәт таяды ма? Таяза қош бол дейін нояныма. Жақсылап қоштасқаным дұрыс шығар, айтыстың келген кезде аяғына. Өзіңді қайдан бәке ризамын, қош жекті қолыңдағы таяғына. Айтысып мұрадымнан жеңілдім деп барарсың үйіңдегі баяныңа. Бастысы жеңу емес қатысу деп бір фашист айтыпты ғой баяғыда. Ешкім қайлайым, қайлайым, қайлайым. Жеңу емес қатысу, міндет болса жолын берсін өзіңе, сол фашистің қайлайым. Келіп алып батыстан, мұрадым ғой шатысқан. Саған олжа шынымен осы айтысқа қатысқан. Қалдан ешкім қампайтпас, тәтті барма дәм қайтпас. Қатысқанға разы бол, фашист айтса қалтайтпас. Қоштаспаймын сіздермен, көрісермін, үйтіп жүреймен, келісермін. Қайлайым. Жүрсін Ерман орнына, отырыпты, айтақыммен бәйге алсам, бөлісермін. Қайлайым. Жетісуда басақын, бұлғақып қой генерал, ақылың бар ғой айтаға, айтқаныма көне қал. Бұған 100 мың бергенше 200 мың менен ал. Қайлайым. Айтақымға берсіндер, айтағайын, бір айтқанды несіне қайталайын. Қайлайым. Тілек айтты мұрадым, маған жақсы ыздачасын өзіне қайтарайын. Қайлайым. Қызығатын күллі адам, 3 балам, 3 нұр қалам. 30 ұлың болғанша құлақ тұнсын әңгәдан. Нүсіп ағам секілді шырақ болсын бір балаң. Серік ағам секілді шуақ болсын бір балаң. Қанышадай мөлдір бұлақ болсын бір балаң. Айтақындай арғымақ пырақ болсын бір балаң. Бәрін айтта бірін айт, Жұмабай шаштай секілді граф болсын бір алаң. Қайлайым. Есте сақта ағайын, әйгіл атты
мен бұл жерде қай графты қайдайым Иманғали Нұртілеуі айтатындай болайықшы бәріміз Байқуатты қайдайым Былтыр іске қосылды қан заводтың жүйесі жалғыз завод болып тұр ауданының киесі завод ашқан халыққа ашып беріп заводты жұмыс қалған халықты Әділбекке ешкімнің жағылмасын күйесі хатқа баса ханның да сойылады түйесі тілек айтам сіздерге Балғынбектің сыйосы жерлерін бай болғанмен елі кедей ауданның айтылмайды жиосы Ақсудағы әр қазақ болашақта болсыншы бір завод иесі Баракелді.